Мейірім мен рақымшылықтың ұлық үлгісі болған Мұхаммед пайғамбар. Оның, саллаллаху алейхи уассалам, денедегі жарақаттарынан қан сауғалап ағып жатса да, ол оны қолымен жауып тұрып, мен бұл қанның мейлі бір тамшысы болсын, жерге түсетін болса, Раббым оларға сол үшін ауыр жаза береді деп қорқам деуші еді. Раббысының әлгі адамдарға қаһарын түсіруінен қорыққаны сонша, қанның бірде-бір тамшысын жерге түсірмес үшін қандала бетін қолымен басқан еді. Ол, саллаллаху алейхи уассалам, бет жүзі қанға боялса да, адамдарға еш ренжімеуге тырысатын. Алла тағала үшін бұл берекелі бет жүзінен өзге берекетті бірде-бір кескін жүз болмаса керек. Осының бәріне қарамастан, ол кең жүрегімен әлгіндей деп тіл қататын. Ақиқатында ол, саллаллаху алейхи уассалам, өзі куә болған ақтарылған асқазан, кесілген мұрын мен құлақтар, Хамза көкесінің бауыр етінің бауыздап алынуы сынды мұсылмандарға көрсетілген барлық азаптар мен шайқастар аяқталғаннан кейін де оған адамдар келіп, «Уа Алланың елшісі, оларға қарсы Раббыңа дұға қылшы» десе де, ол «Мен зұлымдықты таратушы, немесе қарғыс атушы ретінде жіберілмедім. Мен ең таза дінменен жіберілгенмін» деп, екі қолын көкке көтеріп, «Уа Аллам, адамдарды тура жолға түсіре көр. Расында олар не істеп жатқандарын өздері де білмейді» деп дұға қылған еді. Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Ухуд шайқасы күндерінің бірінде оған, саллаллаху алейхи уассалам, бір кісі келіп, осының бәріне кінәлі Құрайш тайпасын қатты қарғайды. Сонда пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уассалам, Құрайштарды қарғама дейді. Мен оларды тек өздері жасаған зұлымдықтары үшін қарғадым десе де, сендер сол Құрайштардың ішінен пәлендей және түгендей деген жақсы істі жасайтын адамдарды кезіктірерсіңдер деп жауап береді. Мейірім мен рақымшылықтың, ұстамдылықтың үлгісі және адамдарға ақиқатты түсіндіруге деген терең талпыныс пен ізгі ниет. Осындай ұлы іс үшін таңдалған адамның ізінен еру қандай мәртебе, бақыт десеңізші. Оның, саллаллаху алейхи уассалам, жасаған әрбір амалында Раббының құлына деген рақымшылығы мен Алладан болған ақиқат астарланып жатты. Ол, саллаллаху алейхи уассалам, өзге құлдар үшін Раббысының разылығын іздеді. Оның, саллаллаху алейхи уассалам, әр жасаған қадамында мән мағына жататын. Таиф қаласына барғанда да оған, саллаллаху алейхи уассалам, лақтырылған тастардың көп болғаны сонша, оның, саллаллаху алейхи уассалам, мүбәрак аяқтары қан жоса болған еді. Аяғының ауырғанына бола ауық-ауық тоқтап қалса да, олар оны әдейілеп тұрғызып алатын. Сөйтіп ол, саллаллаху алейхи уассалам, жүруін жалғастыратын, бірақ оған тағы да тас лақтыратын. Оны, саллаллаху алейхи уассалам, осылайша 3 мәрте тұрғызып алып, таспен атқылады. Ақырында ол, денесінен қан суша сорғалаған күйі, бақшадағы бір ағаштың көлеңкелі түбін саялап, Аллаға жалбарынған күйі, «Мен әлсіздігім мен мүмкіндігімнің жоқтығынан саған сыйынамын» деді. Ол, саллаллаху алейхи уассалам, «Мен Таифтің тұрғындарына, Мекке қаласының халқына шағымданамын, немесе маған дөрекілік танытып, озбырлық көрсеткендерге шағымданамын» деген жоқ. Жоқ, мен өзімнің әлсіздігім мен мүмкіндігімнің жоқтығы себепті саған сыйынамын. Адамдардың алдындағы әлсіздігім себепті сенен пана тілеймін. Ей жәбір көргендердің Раббысы, мені кімге тапсырдың деді. Жәбірейіл алейхиссалам оған Алланың тау періштесінің жіберілгендігін айтпақ болып, Алладан рұқсат сұрап келгенінде, оның, саллаллаху алейхи уассалам, жанына келіп, сәлем беріп болып, былай дейді: «Мен сені халқыңның қабылдамастан не айтып жатқандары жайлы естідім. Тек бұйырсаң болды. Қаласаң оларды мына екі үлкен таудың арасына салып, жапырып жоқ қыламын». Сонда да ол, саллаллаху алейхи уассалам, «Жоқ, мен Алладан олардың ұрпағын менің үмметімнен етуін сұраймын» дейді. Ең жақын екі достың арасында берік қатынас, достық махаббат орнауы мүмкін. Алайда адам досының жағдайын ойласа да, оның баласы үшін алаңдамайды. Алаңдайды десек те, ендігі дүниеге келген баласы үшін қам қылуы мүмкін. Бірақ өзгенің әлі жарық дүние есігін ашпаған баласының қамын күйттеу тіптен тосын дүние.
Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің досы болып жарытпаған адамдардан тараған ұрпақтардың да болашағын ойлады. Бұл аз десеңіз, олар дос тұрмақ, өзіне жауыздық көрсетіп, оны тәйіфтен таспен атқылап қуып шыққан адамдар еді. Ол сонда да олардың ұрпақтары жайлы ойлап қам жеді. Қандай кең мейірім мен рақымшылықтың иесі еді десеңізші. Оның саллаллаху алейхи уассалам әр жасаған қадамының біз үшін берекеті мол еді. Алланың бізге деген мейірімі де осында жасырынған. Үммет үшін ең игісін ғана тілей отырып, ол саллаллаху алейхи уассалам үмметін ойламастан, олар үшін дұға тілеп, жалбарынбастан бірде-бір іс жасаған емес. Үмметім деп көз жасын көл етіп, ағыл тегіл болып жыламаған түні де болған жоқ. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам досы Әбу Бәкірдің қызы Айшаға риза болып: «Я Аллам, Әбу Бәкірдің қызы Айшаның барлық күнәләрін, өткенін де, ендігі күнәләрін де, жасырын не жария қылып істегенін де тегіс кешір» деп ол үшін дұға қылған еді. Айша бұл дұғаны естіп қатты қуанды. Қуанышы бал-бұл жайнаған жүзінен ақ байқалып тұрды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам одан: «Сен бақыттысың ба?» деп сұрағанда, Айша: «Сіз мен үшін осылай дұға қылып жатқанда, мен қалайша бақытты болмайын?» деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Алламен ант етейін, бұл менің әр түн сайын үмметім үшін айтатын дұғам». Оның мешітке, өз үйіне, базарға бару үшін, жиындарға қатысып, шайқасқа шығу үшін басқан әрбір қадамы, бұл оның үмметіне бағытталған мейірімі мен рақымшылығы тегіс берекет еді. Неткен ұлы қадамдар! Дәл осы мүбәрак аяқтар басқан жерді, одан өзге бірде-бір адамның да, періштенің де аяғы басқан емес. Алла бізді осы мүбәракта ұлы аяқтар жүрген ізден, ізгі жолдан тайдырмасын. Әмин.